Бәріміздің қолымызда гаджеттеріміз, телефондарымыз бар. Азаннан кешке дейін Инстаграмда отырған жастар, оқушы болсын, университеттің студенттері болсын, мұғалімдер болсын, көп жағдайда бірдеңкені жаңағыдай сол жердегі көріп отырған дүниелеріміз кеудемізде жоқ жерден ешқандай себепсіз уайым менен стресс тудыруы мүмкін өзінен өзі. Менің проблемам болмаса да мен кәдімгідей уайымдап ананың барлығын көріп болғаннан кейін қайда бара жатырмыз, не болып жатыр деген сияқты сондай қоғамға айналып бара жатырмыз, сондай әлемге айналып бара жатырмыз өкінішке қарай. Әсіресе педагог ретінде, мұғалім ретінде сыныбымыздан баламыздың назарын алып кететін дүниелермен күресіп жатырмыз. Осы тұрғанда мен ойлаймын, әлемдегі әрбір мұғалім баланың назары үшін кәдімгідей үлкен соғыс жүргізіп жатыр. Баланың фокусын ұстап отыру үшін соғыс жүргізіп жатыр сыныптың ішінде. Әрбір сыныптың ішінде аталмыш дүние орын алып жатыр. Енді кейбір мектептер бар, балалардың қолдарына телефон алып қоятын сабақ кезінде. Кейбір мектептер бар, алмайтын. Сол себептен осы жерде өте маңызды мұғалімді келешек аталмыш дағдымен жабдықтау, беру ондай дағдына бойына сондай ұрпақпен жұмыс жасап үйренуге, өзінің жаңағыдай ішкі уәжімен жұмыс жасап үйренуге. Көп жағдайда енді мұғалімдер де адам болғаннан кейін бәріміз ақпаратты ашық алып отырған адамдармыз, өзіміздің психология, менталды жағдайымызбен қалай жұмыс жасаймыз. Содан кейін әрине медиа сауаттылық деген дүние біз үшін өте маңызды қазір.